Сен кімсің Черчес, айтайық шешес, қазақ тілі келгелі құлағына түрпідей тиіп болдау. Ұлттық құраманың тізгінін қолына алған шақта қазақша сұраққа осетинше жауап берейін бе деп бір шаттың. 10 орыстың ой, 10 бәленің 9-ы тілден екені түйсігіне сәлде болса жеткесін қазақ тілін үйреніп жатырмын деп тігісті жатқызғандай болдың. Араға айлар салып, енді кезекті қойылған қазақша сұраққа французша сөйлеп тұрсын ба деп лаққанын қайсасқаның. Әңгіме жоқ, прогресс бар, ойын өзгеріп келеді, жақсы жағынан. Ты по-французски сейчас говоришь? Қоғамда наразылық туғасын спорт министрлігі әйтеуір футбол федерациясынан түсіндірме күтеміз деген ғана беттің қабығындай мәлімдемесін жариялады. Жалпы журналист десе кірпідей жиырылатын тікенек мінезін Ресейде де мезеткендей ғой. Как можно настроить вообще игроков в такой момент? Еще есть вопросы? Была ваша речь перед дополнительным временем, перед пенальти. Как можно вообще еще раз настроить? спрашиваю, еще есть вопросы? Что я вам должен говорить? Что я говорил или что? Жай, бұқаралық ақпарат құралы өкіліне бұлайша бұқаланудың қажеті жоқ. Как вы стремились перестроить игру своей команды, чтобы удержать нужный результат? Это что, я буду отчитываться перед тем, как я делал, что ли? Дәл солай, біздің елден жылына 1,2 миллион еуро айлық аласың. Теңгеге шаққанда 581 миллион теңгеден асады. Сонда күндік жалақын 1 миллион 600 мың теңге. Осынша қыруар қаржыға аттай қалап алдырғасың, алдымен сөзінді түзе, тіліңді сындыр. Ойынды қатырып жатқанын шамалы. Сен келгелі жеңіс жоқ. Жеңілістен көз ашпадық. Бұрынғы видеоларını қарап отырсақ, біраз шайған сияқтысың ғой. Сонда деймінде, бас бапкерлікке өзімізден білікті адам табылмағаны ма? Тіліңді түсінбей мұрнын шүйіргендерге үйір федерацияның көздегеніне. Ұлттық құрамаға алдымен ұлтқа жан ашитын бапкер қажет. Ал Черчесов ең болмаса кешірім де сұрамады ғой. Тіл үшін де, жеміссіз ойын үшін де. Ал сіз не ойлайсыз?